Ертеде бір үйде тату-тәтті ғұмыр кешкен мысық пен ит болыпты. Бір күні қожайын сапарға шығар алдында мысық пен итке бір дорба алтынды аманаттап тапсырыпты. Алтынды жақсы сақтаңдар, бізге өте керек болады деп ескертеді. Бірақ біраз уақыт өткен соң олар алтын жасырылған жерге қайта келсе, дорба бос екен. Алтын жоқ. Сонда мысық, мен алтынды табамын деп жолға шығады. Орманнан өтеді, тауда асады, жаңбыр мен желге қарамай ұзақ іздейді. Ақыры мысық үңгірдің ішінен алтын салынған дорбаны тауып алады. Мысық алтынды итке көрсетіп, мен осында күтем, сен тез қожайынды ертіп кел дейді. Ит қатты қуанып, желдей зулап қожайынды шақыруға жүгіріп кетеді. Мысық жолдан шаршап көзін бір сәтке жұмып демалмақ болады. Сол кезде әлгі ұрылар қайта оралып, алтынды тағы да ұрлап кетеді. Қожайын келсе, алтын жоқ. Ол ашуланып итке, сенің кесіріңнен алтын жоғалды деп ұрсады. Екеуі бір-бірін кінәлап қатты өкпелеседі. Содан бері мысық итті көріссе жоламайды. Ал ит мысықты көріссе қуалай жөнеледі. Осылайша баяғы дос жануарлар бүгінге дейін бір-бірін ұнатпайды екен. Бірақ балалар, бір-бірімізді кешіре білсек, ешқандай реніш ұзаққа созылмайды.